Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етмелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ерте зейнетке шығған қазақстандықтардың қандай төлемдер ала алатынын, қайда елдерде кімдерге ерте зейнетке шыға алады, оларға қандай қаражат тиесілі екенін, зейнетке шыққан кезде олар қанша зейнетақы алуы мүмкін, радиациялық қауіпті аумақта тұрғандар ерте зейнетке шыға алады. 5 және одан да көп балалы тәрбиелеген аналар тақырыбы қызықтырса, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. 2020-2024 жылдың 5 қарашасына дейін 30,5 мыңға жуық адам мерзімінен бұрын зейнетке шығу құқығынан пайдаланған. Олардың төлемдерінің орташа мөлшері 27 мың теңгені құрайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүмкіндігінше 1949 жылы 29 тамыздан 1965 жылы 5 шілдеге дейін радиациялық жерлерде кеңінен 5 жылға дейін өмір сүрген қазақстандықтар бар екенін атап өтіп, сондай-ақ және олардың 5 және одан да көп бала туған немесе асырап алған, олардың 8 жасқа дейін тәрбиелеген аналар барлығы көп балалы аналар. Ана ретінде еңбек зейнетке шығу құқығына пайдаланған әйелдердің ең көп санаты Түркістан облысында шамамен 9,6 адамды құрайтынын түсіндіріп айтты. Бізді тамашалауды сау саламат болыңыз.